Үлкеннің төсегіне отырма. Түркістан шаһарында Байбол деген кісі өмір сүріпті. Ол кісінің Қыстаубай деген ұлы үйленіп, келін түсіреді. Келіні әдепті, ата-енесінің көңілін тапқан ибалы кісі екен. Таң сәріде тұрып, дәрет суын дайындап, қызметіне бәйек болады екен. Бір күні түнде енесінің төсегін салып жатып, байқамай басып кетеді. Ертеңіне тұла бойы ауырып, дертке ұшырайды. Ештеңеге мазасы болмай төсек тартып жатып қалады. Оның бұл жағдайын байқаған енесі: «Ай шырағым-ай, менің төсегімді байқамай басып кеткен екенсің ғой. Ата-ененің төсегінде қадір-қасиет кие бар деген. Абайлап жүрсең нетті, мен сені кешірдім» деп келінге дем салады. Келіні сәлден кейін жеңілдеп, сауығып тұрып кетеді. Ол да кейін өзінің келіндеріне қазақтың ырым-тыйым, салт-дәстүрлерін насихаттап жүреді. Ал енді киіз үй туралы айтып өтсем, қазақ халқы жазда жайлауға, қыста қыстауға көшіп қонып жүретін көшпелі жұрт. Арлы-берлі көшуде жинап, қайта жаюға ыңғайлы киіз үй қазақ халқының ерекше баспанасы. Ол тек қазақ халқының емес, сонымен қатар қырғыз, моңғол сынды көшіп қонып жүретін халықтың ортақ баспанасы. Киіз үй тез жиналып, көлікке артып, көше беруге, тез қайта жая салуға ыңғайланып жасалынған. Киіз үйдің құрылысы дегеніміз кереге, ағаш есік, уық, шаңырақ. Киіз үйдің сүйегі арнайы дайындалған ағаштан жасалынады. Кереге киіз үйдің шеңбер қабырғасын құрайды. Керегені шыбық талды кесіп, кептіріп, оны қоламтаға төсеп балқытады. Және оны бір қалыпта қатырады. Қалыпқа келген талды жонып, жұмырлап, жосамен бояйды. Көк өткізетін тор көздің біріккен жерін бізбен тесіп, түйенің мойын терісінен жасалған таспамен көктейді. Оқ шаңырақ пен керегені байланыстыратын бөлшегі. Шаңырақ киіз үйдің күмбез төбесін құрайтын ең жоғарғы бөлшегі. Қазақ ұл қызына бата бергенде шаңырағың биік болсын деуі де осыдан шыққан. Шаңырақтан кейін киіз үйдің қасиетті бөлшегі босаға. Босаға қашанда да қасиетті ұғым болған. Халық арасында босағада тұрма, босағаны оң аяқпен атта деген сынды ырым-тыйымдар өте көп. Әр ырымның соңында бір шындық бары анық. Киіз үйдің құрылысымен қоса оған сән беруші жиһаздары және бар. Кебеже, сандық, асадал, шұқаяқ, әбдіре сынды үй жиһаздары тұрмыстық жағдайға ыңғайланып жасалынған.